50 теңге 5 адамға 2 сағатта дастархан жаямыз. Барлық азық-түлікті грамдап алдық. Негізі статистика бойынша бір үлкен адамға 500 грамм тамақ желінеді. Бізде негізі тамақтан бөлек салат, торт, самса болады. 5 жұмыртқадан бисквит дайындаймыз. Барлығын 2 сағатта кенут машинасы арқылы дайындаймын. Қараңыздар, қандай кенут бар болған 1 минуттың ішінде осылай взбивать етіп берді. Енді жұмыртқаның сарысын қосамыз, оны разрыхлитель қосып, жақсылап араластырып аламыз да духовкаға саламыз. Ол уақытта 380 грамм қаймақ, 100 грамм сгущенканы араластырып крем жасаймыз. Бисквитті барынша түзілеп кесеміз. Бізде крем қаймақ пен жай сгущенка. Яғни барлығы натуральный және де экономичный. Әрине бізде шоколад, одан басқа құнды заттар болғанда ары қарай сәндеуші едік, бірақ бізде осындай кішкене өзімнен жаңғақ қосып жіберсем, енді рұқсат етіңіздер. Мантының қамырын илеп тастайық. Мантының қамырына жұмыртқа қоспауға болатын еді, бірақ та бізде первый сорт ұн болған соң, выше сорт емес, жұмыртқа қосуға мәжбүр болдық. Мінекей қамырды толығымен жайып аламын. Маған осылай жайған ыңғайлырақ. Қолмен жаятын болсам, білмеймін, қиналып кетемін. Мен сияқтылар бар ма бұл жерде? Енді асқабақ пен пиязды да турауға ерінемін. Сонымен кенутқа тез-тез турата саламын. Менде овощерезканың саткасы негізінде кубикорезка болса, вообще 4 етіп турап береді.